Қызылорданың төтенше жағдайлар қызметіне жаңа техникалар бөлінді. Кез келген қиын сәтте шұғыл әрекет етуге қауқарлы көліктердің кілтін құтқарушыларға облыс әкімі табыстайды. Бұл шараға ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко да қатысады. Осы өңірдегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбек тікелей эфирде бізбен байланысуға әзір. Нұрлан, айтып келмейтін апаттың алдын алуға аймақ құрылымдары қаншалықты дайын? Қайырлы кеш Астана. Облыстың төтенше жағдайлар қызметіне 13 арнайы жабдықталған көлік пен бірнеше құтқару құралдарының жиынтығы берілді. Бұл құралдарды сатып алуға облыстық бюджеттен 311 миллион теңге бөлінді. Салтанатты сап түзеген ерекше сертіне берік құтқарушы сарбаздарға жаңа техникалардың кілтін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев табыстады. Мұнан соң аймақ басшысы ішкі істер вице-министрі Владимир Башкомен бірге темір тұлпарлар мен құтқару құралдарының қауқарын бағамдап шықты. Жол талғамайтын мына көлік Қазақстанда құрастырылған. Дәл осы техниканың көмегімен ауа райының құбылуына қарамастан кез келген жерге кідіргісіз жетуге болады. Менің жанымда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басқарма бастығы Болатбек Насреддинұлы отыр. Жалпы бұл техникалар сіздердің жұмыстарды қаншалықты жеңілдетпек? Аталған жедел әрекет автокөлігінің негізгі мақсаты өрт ошағына құтқару жұмыстарын жүргізу ошақтарына жеке құрамменен өрт сөндіру заттарын және құтқару құралдарын жеткіздіру табылады. Бұл автокөліктерді алу барысында біз оқиға орнына тез арада ықшамдап жетудің қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Құтқарушылардың жаттығу жұмыстары да жетілдіріле түскен. Нәтижесі қалай? 2014 жылы біздің базамызда алғашқы рет жылу түтін камерасы алынып отыр. Бұл комплекс екі бағаннан тұрады, жылу камерасы және түтін камерасы. Толығымен тренажерлармен жабдықталған. Аталған комплексте жеке құрамның шынығуына, моральдық, психологиялық деңгейін жоғарылатуға бағытталған. Алдағы уақытта да жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Жалпы жыл басынан бері департаменттің кезекші бөліміне 300 мыңнан астам қоңырау келіп түскен. Осы шақыртулардың нәтижесінде 700-ден астам құтқару жұмыстары жүргізіліп, 415 адамның өмірі аман сақталып қалды. Алдағы уақытта да жаңа техникалардың көмегімен осы жұмыстар жандана түседі деуге сенуге болады. Қорыта айтқанда, төтенше жағдайлар департаментінің тосын сәттерде тосылып қалмайтындай жағдайы бар. Менде бар ақпар осы. Тікелей эфир тізгінін астаналық әріптесіме берем. Студия. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Нұрлан Жақыпбек.